Барлығы трендтегі дубайский шоколадты жасап атқанда, мен Мадлен печеньесіне енді жеттім. Осы трендті бөліп күтпесек жарар еді, қыздар. Ал ондаше оп-оңай Мадлен рецептісін өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең алдымен үш жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап тұрып езіп араластырып аламыз. Үстіне майымызды салып, тағы да бірде жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, үстіне разрыхительді қосып, аз-аздан осылай араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бізде осындай масса шығатын болады. Мен осындай силиконды формаларды пайдаландым. Осындай формаларды кондитерлік дүкендерден алсаңыздар болады. Енді біздің барлық массамызды осы формочкаларымызға құйып шығатын боламыз. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін осындай кондитерлік мешочектарды пайдалансаңыз болады. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің печеньеларымыз осындай қызарып, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Енді осы барлық печеньеларымызды алып, формамызға шоколадтарымызды құйып шығатын боламыз. Қандай шоколад түрлерін пайдалану керектігін төменге жазып кететін боламын. Шоколадтарымызды құйып алғаннан кейін, осылай мадлендарымызды шоколадтарымыздың үстіне қойып шығатын боламыз. Барлық мадлендарымызды осы шоколадқа қойғаннан кейін холодильникқа бір 15-20 минутқа қойып алатын боламыз. Біздің мадлендарымыздың шоколады міне әдемі болып тұрып қатты. Ал енді қыздар, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып кетіңіздер.